Bismillahirrahmanirrahim. Андерс التاسع عشر 19 сабақ. 19 сабақ. Әл-кәлб, ит. Сөздіктер: дауа, шақыру, иброз, көрсету, танауул, алу, қабылдау, алам, қатты ауру, күйзеліс, мудда, созу, кайфа, қалай, ма, не нәрсе. كان صبي فقير جالس في الطريق يأكل قطعة خبز. Жолда кедей бала отырушы еді, нанның бір бөлігін жеп. Фараа кәлбан найман баидан анху. Өзінен алыс жерде иттің ұйықтап жатқандығын көрді. Фадааху ва абраза лаху al-khubza hatta zanna al-kalbu annahu sayu'tihi minhu luqma. Сонда шақырды және көрсетті нанды. Тіпті ит ойлады, ол өзінен бір бөлігін бөліп береді деп ойлады. Фақаруба минху лиятанауалал хубз. Сонда жақындаған еді оған наннан алу үшін. Вайза биссабию дарабаху биасан ала расихи. Сонда бала ұрды ағашпен оның басына. Фафаррал кәлбу сарихан мин шиддатил алам. Сонда ит қашты, айқайлап, қыңсылап қашты қатты ауырғаннан. Ва кана раджулун фи залика алвақт янзуру мин шуббаки байтихи. Сол уақытта кісі өзінің үйінің терезесінен қарап тұрған еді. Фараа куллу ма хасал. Болған нәрсенің барлығын көрді. Фахаза асан ва вақафа бил баб ва да'a as-sabiyyu ва абраза лаху ат-тhamан. Сонда ол ағашты алды, есіктің қасына тұрды да баланы шақырды және оған ақшаны көрсетті. Фаммадда as-sabiyyu ядаху лияхуза ат-thaman. Ол бала қолын созды ақшаны алу үшін. Фадарабаху раджул биасан ала асаби'и дарбан жағалатху ясраху ашадда мин сарахил кәлб. Сонда кісі ағашымен оның саусақтарына ұрды. Бала айқайлады, иттің айқайлағанынан да қатты. Сумма қал ли раджулин кайфа тадрибуни ва ана лам атлуб минка шайан. Кейін айтты кісіге: қалайша мені ұрасың? Мен сенен еш нәрсені талап етпеп едім. فأجابه الرجل قائلا وكيف تضرب الكلب وهو لم يطلب منك شيئا. Сонда кісі оған жауап беріп былай деп айтты: қалайша сен ит ұрдың? Ол да сенен еш нәрсені талап етпеді. 19-шы тамрин. Қазақша сөздерді арабшаға аудару. Маған Ахмадты шақыр. Уду Ахмад ли. Мына кісіге бір құрма болса да бер. Аати хазар раджул тамратан валау вахида. Мына таяқпен ұрған едім. Қатты шыңғырды, қатты жылады. Дарабтуху биаса сурахан шадидан бака шадидан. Сенің қиналғандарың мені айқайлауға мәжбүр етті. Ta'дибука أجبرني صراخ على الصراخ. қолыңды соз, мына ақшаны беремін. مد يدك أعطي هذا الثمن. Сені шақырған едім, уақытында келмедің. أدعوك لم تأتي في الوقت. Ахмет бүгін көп іштахаттандым деген еді. Мен олай болса сыйлық алады екенсің дедім.
قال أحمد: اليوم اجتهدت كثيرا. فقلت: إذن سيأخذ هدية.